Армысыздар ма, қадірменді қонақтар, бағдарламамызға қош келіпсіздер. Жаңа идеяға деген сұраныс адамзат баласында еш азаймаған. Не дәл сондай ертең әрі бизнеске айналуы мүмкін деген жаңа бастамаларды батыс елдерінде стартап деп атады. Пайдалы әкеле алады деген жастардың ұсыныстарына инвесторлар өз ақшасын аямаған. Бүгінде Қазақстанда да елден ерекше идеялар, бастамалар аз емес. Оны жастар да, ғалымдар да ұсынып келеді. Бірақ оларға сенетін, олардың жобасына өз қаржысын сала алатын бүгін бізде кәсіпкерлер бар ма? Жалпы мұндай талантты жігіттердің стартапына, идеяларына мемлекет қалай қолдау көрсетіп, дем беріп келеді? Дәл өз сұрақтарымызға жауап іздемес бұрын, алдымен мына бір сюжетті көріп алсақ. Соңғы әлемдік қаржылық дағдарыс көпшілік елге әр экономиканың артықшылығы мен кемшілігін көрсетіп кетті. Бұл сынақтан аз шығынмен өткен елдің басым бөлігінде шағын және орта бизнес жақсы дамыған болып шықты. Себебі ірі өндіріске қарағанда орта кәсіпкерлер нарықтың кез келген жағдайына қарай өз қызметін шығаратын өнімін өзгерте алады. Мәселен, Германия, Корея, Қытайда шағын және орта бизнес жалпы ішкі өнімнің 50-60% құрайтын деңгейге жеткен. Осындайда студенттер мен жастар арасында кәсіпкерлікті дамыту ісін қолға алу маңызды мәселеге айналды. Батыс елдерінде ертең жүзеге асса, әжептәуір бизнеске айналатын елден ерек ойларды стартап деп атады. Ол әсіресе университет қабырғасындағы студенттер арасында танымал. Әлемдегі ең сәтті стартаптар қатарына Facebook әлеуметтік желісін жатқызуға болар. Бүгінде оның қолданушыларының саны 1 миллиард адамнан асты. Ал оның негізін қалаушы Марк жаһандағы ең жас миллиардерге айналды. 2000 жылдардың ортасынан бастап ең сәтті бизнес жоспарларға жыл сайын түрлі байқаулар өтіп тұрады. Бастапқыда бұл тек 5 миллион теңгеге дейін ақша қорын сыйлаумен шектелсе, бүгінде аталған қаражат бизнес тренингтермен қатарласа жүреді. Инвесторды қызықтыратын ойларды аз емес. Мәселен, қариялар және мүгедектер қиналған сәтте автоматты түрде көмек шақыртатын құрылғы. Ата-анаға баласының қай жерде жүргенін ұялы телефон арқылы көрсететін онлайн қызмет. Барлық кинотеатрлар мен мәдениет ошақтарында онлайн билет сататын сайт және тағысын тағылар. Мұндай бизнес жобалардың нарықта тек 10-нан 1 ғана өмір сүре алады. Әрине, егер ол инвесторды, сатып алушыларды өзінің ерекшелігімен, ыңғайлылығымен қызықтыра алса. Дегенмен стартаптар тек жастар арасында ғана емес, сондай-ақ отандық ірі ғалымдар арасында да танымал. Елімізде күн энергиясы, жасыл технология, фармакология саласында да ашылып жатқан жаңалықтар жеткілікті. Бірде екіншісі өндіріске айналса, өзгелері тек қағаз бетінде. Себебі кәсіпкерлеріміз ұзақ мерзімді бизнес жобаларға ақша салудан іргесін аулақ ұстайды. Сонымен, кәсіпке айналуы әбден мүмкін болатын стартаптарға қалай қолдау көрсету керек? Болашақ кәсіпкерлерді кім тәрбиелейді? Бақыт мырза, жалпы стартаптың үлкен бір ғылыми жаңалыққа айналуы, оның өзінің ғылыми жаңалық болуы міндет емес. Ол тұтынушыға, сатушыға, икемді болса, қызықты болса, инвесторға қызық болатын болса, жеткілікті. Жалпы мұндай идеялар Қазақстанда жеткілікті ме? Қазақстанда мұндай идеялар аз емес. Жыл сайынғы мысалға өтінімдерді қабылдау динамикасы жыл сайын өсіп келеді. Біздің ұлттық агенттік жыл сайын конкурстар өткізеді, әртүрлі инновациялық гранттар береді, технологиялық бизнес инкубациялау қызметтерін көрсетеді. Осы қызметтер көрсету аясында осындай идеялардың сапасы жағынан, жаңағы саны жағынан, көлем жағынан ұлғайып келе жатқандығын көруге болады. Енді сіздер бұған дейін инновациялық қор деген бір ұйым болдыңыздар. Сіздерге үлкен бір үміт артылды. Жалпы сіздер осы уақытқа дейін қаражаттарыңыз өте жоғары болды, бюджеттен бөлінген сіздерге. Осы уақытқа дейін қандай идеялар сіздер бүгінде нақты өндіріске енгіздіңіздер? Бар ма ондай жалпы жобалар? Енді ондай жобалар бар. Қазіргі таңда мысалы 2010-нан бері жаңағы ұлттық инновациялық қор технологиялар дамыту жөнінде ұлттық агенттік болып өзгерді ғой. Егер бұрын тек қаржылық қызмет көрсету құралдары болса инновациялық қорда, қазір көбінесе сервистік құралдар да пайда болды. Жаңағы жобалар саны 2010 жылдан бері 3000 өтінімнің ішінен 500-ден астам жобаларға көмек көрсетілді. Мысалға, соңғы коммерцияландырылған жобаларды алсақ, Tenere Airlife проектісі бар, онда жаңағы ауаны тазартудың инновациялық жүйесін енгізу арқылы
Қазіргі таңда Астананың бірқатар ая мысалыға медициналық орталықтардың барлығын осы өзінің инновациялық қондырғыларымен жабдықтап жатыр. Ақмола облысындағы туберкулезге қарсы диспансерлерге өз құрылғыларын орнатып жатыр. Одан басқа стендинг компаниясы мысалы қазіргі банктерде орнатылып жатқан даму кәсіпкерлерді қолдау қорларының кәсіпкерлерді қолдау орталықтарында орналастырып жатқан электронды кезек немесе электронды кезек жүйелерін ендіріп жатыр. Бұлардың барлығын негізгі сіздерге келіп ұсынғандар Қазақстандық азаматтар ма? Иә, қазақстандық азаматтар. Енді бұлар нақты өзін-өзі ақтайтын дәрежеге жетті деп айта аламыз ба бүгінде? Енді жаңағы компаниялар жылына, жаңа бірінші айтқан компанияның өзі жылына 70 миллион теңгеге дейін өнімін өндіріп, өндіріске ендірді. Басқа компанияларда өз өнімдерін нарыққа шығарып жатыр. Енді жаңа біздің технологиялық даму агенттігі сол осының жаңа тәуекелділігі жоғары проекттерге кіреміз ғой. Яғни ол өзін ақтауы да мүмкін, ақтамауы да мүмкін. Ақтауы да мүмкін, ақтамауы да мүмкін. Мысалы, шетелдік практика бойынша, дүниежүзілік практика бойынша 100 жобаның 10-15% ғана өзінің діттеген мақсаттарына жоспарлаған көрсеткіштеріне жетеді. Жоқ, түсінікті ғой. Ол сақтандырыла ма? Жалпы. Өйткені оның бәрі сіздер енді өз қалталарыңыздан алған жоқ, бюджеттің ақшасы ғой. Иә, бюджеттің ақшасы. Бюджеттің ақшасы енді бюджет соған барып отыр ғой. Мысалы, индустрия және жаңа технологиялар министрлігі сол осы тәуекелділік жоғары проекттер болғандықтан инновациялық ақтамай қалды. Мәселен, сіздер 100 миллион салдыңыздар. Ол жоба өзін-өзі ақтамай қалды. Ақшаны сіздерге кім қайтарады мәселен? Салық төлеушілер айтады ғой, ақша қайда? 100 миллион қайда? Бұл жерде бөліп айту керек. Мысалы, инвестициялық жобалар бар. Иә. Кезінде инновациялық қор кірген. Және гранттар бар. Гранттар бұл қайтарымсыз ақшалар. Жоба транштар мен этаптарға бөліп тастайды. Сол әр этап өткен сайын. Түсінікті. Бұл сіздердің жасап жатқандарыңыз жоғары технологиялар. Жоғары технологияда бизнес жасау өте қиын. Сол себепті де кәсіпкерлер бізде бармайды бұған. Оның орнына жаңа қонақ үй, кафе ашқанды мақұл көреді. Бірақ енді шынында сол сұрақ айналып келетін. Ол бюджеттің ақшасы. Салық төлеушілер ертең соларға өздерінің ақшасын еселеп қайталап бере аласыздар ма? Олардың барлығы сақтандырылған ақша ма? Әлде қалай? Жоқ, ол ақша сақтандырылған емес. Қайтадан айта кетейін, мысалы шетелдік практика, мысалы венчурлық қорлар бар, бизнес ангелдер бар. Олар қалай жұмыс істейді? Мысалы 10 шақты компанияға өз қаражатын енгізсе, сол компанияның басында ақшасын берген кезде біледі, сол 10 компанияның 9-ы банкрот болатын. Бірақ соның ішінде бір компания шықса, сол 9-ына кеткен қаражатты қайтарады. Біз беріп жатқан ақша осы елімізде бизнес мәдениетті, осы стартап бизнес мәдениетін өркендету. Яғни бұл қаражат өкіметке салықтар арқылы, жаңа өндірістер арқылы, жаңа жұмыс орындары арқылы қайтарылады. Түсінікті, рахмет. Мәке, кезінде Атамекенге біраз кәсіпкерлердің басын қосты. Бүгінде енді ірі кәсіпкерлер өзімізді ғана қолдамай, жастарды да қолдайық деп, Атамекен стартап деген үлкен бір жобаны іске қосты. Бүгінде сіздерге қандай идеялар келіп жатыр? Сіздер кімдерді қолдап жатсыздар? Және оларға қанша беріп жатсыздар? Өз ісін бастау үшін. Енді шет жағасын айтып кетейін, 2012 жылы мамыр айында біз кәсіпкерлердің мүддесін қорғау жағынан шектелмей, кәсіпкерлікті осы жастардың арасында дамыту ретінде Атамекен стартап деген қорын құрдық. Бүгінгі күнде жаңа өз айтып кетті ғой, бизнес ангел клубын құрдық. Ол жерде үлкен ірі кәсіпкерлер бар. Сол кісілердің көмегімен осы бизнес идеялар өткен, сол конкурс арқылы өткен бизнес идеяларға біз қолдау көрсетуге дайынбыз. Жоқ, ол түсінікті. Енді жаңағы сұраққа келсеңіз, келетін болсақ, сіздерге бүгін енді кімдер келіп жатыр? Жастар ма, орта жастағы кісілер ма, ғалымдар ма? Қандай идеялар бар? Қызықтырады. Жасқа келген кезде біз оған шектеу қоя алмадық. Өйткені мысалы Тараз қаласында 73 жасқа келген кісі келіп қатысты мысалы. Жоқ, қандай идеялар бар? Қызықты. Идеялар көбісінде мына ақпаратты жағынан, IT технология дейміз ғой, сол жағынан көбісінде жаңағы сайт арқылы жұмыс түрлерін көрсету, қызмет түрлерін көрсету. Одан басқа ауыл шаруашылығы жағынан да идеялар келіп түсіп жатыр. Бірақ енді бізде Атамекен стартап бастапқыда бизнес идеяның конкурсы болды. Арғы жылжу жаңа бизнес ангелдердің клубындағы мүшелер солар алып. Жеке проблемасы. Жоқ, жеке проблема емес. Ол бір-бірімен қарма қатынасы бар. Өйткені бизнес ангелдер, мысалы сараптамашылардың
төралықты бар ғой жаңағы сараптамашылардың ішінде. Ол бизнес ангел дегеніміз кім ол? Бизнес ангел дегеніміз мына бүгінгі күнде үлкен кәсіпкерлер, бүгінгі жаңа компанияларымыздың мүшелері, өкілдері. Мен сіздердің жаңағы сол байқауларыңызды қарап шықтым. Бір қызығы негізінен сол сайттар. Оларға сіздер байқаудың жеңімпазы ретінде 200 мың, 300 мың теңге беріпсіздер. Жалпы 200-300 мыңмен бір бизнес ашуға бола ма Жоқ, енді Қазақстанда? Бұл жерде көбісінде былай қарап отырсаңыз, бизнес ашу жағынан біз конкурс емес. Ренжімесін деген ақша ма? Жоқ, ренжімесін деген ақша емес. Бұл жастар ғой. Жастар болғаннан кейін бұларға алаң керек. Өзіңіз мына бүгінгі бағдарлама сияқты алаң керек. Жиналып, стартаптың өзіңіз білесіз, тарихы қалай шыққанын. Мысалы, ол Америка, Европада, Азияда болып жатқан тірліктер. Жұма күні кешкісін жиналады осындай. Бизнес идеясын 1 минуттың ішінде айтып шығу керек. Қай салада жұмыс істегісі келіп жатқан. Сенбі күні, жексенбі күні менторлармен, жаңағы сараптамашылардың мүшелерімен бірге жұмыс істеп, жаңағы бизнес проекті ары қарай дамытып, жаңа айтады ғой, презентация жасайды. Сөйтіп, жексенбі күні сол конкурстың несімен талабы бойынша ұтып шықса, жаңа 300 мың теңгені бизнес идея қалады. Бизнес бастауға емес, бизнес идеяға. Осы жерде көбісі қателеседі, біз ойлайды, жаңа 300 мың теңгені бастауға беріп жатырмыз деп. Егер бизнесті бастау керек болса, жаңа айтып жатқан бизнес клуб, бизнес ангел деп жатқан клубтың мүшелері, инвесторлар, сізді көріп, сол конкурстан көріп, сіздің бизнес жобаңызды ары қарай алып кетуге атсалысады. Түсінікті. Рахмет. Серікбай мырза, енді батыстың тілімен стартап дейік, басқа дейік, бұл қазақ тіліне келген кезінде кәсіп. Кәдімгі бүгінгі әр адамның кәсібі жаңадан бастайтын. Осындай жастар бүгінде өзінің идеяларын айтып жатса, ұсыныстарын айтып жатса, бұл құба құп. Яғни олар бірден судья боламын, прокурор боламын деп қызыққан жоқ, осы бизнеске келіп жатыр. Оларды қолдау керек. Бірақ олардың сіздің ойыңызша, енді тәжірибеңіз мол азаматсыз ғой, сіздің ойыңызша ең алғашқы кедергілер қандай? Біріншіден енді осы идеяға бет бұрып, сол идеясын нақтылап, соны халықтың ортасына немесе жаңағы инвесторлардың назарына алып шығу үшін адам ынталану керек. Біздікі енді мына Қазақстанда бүгінгі күні осы стартаптарға және инновациялық проекттерге, IT технологияға бүгін ынталандыру жобасы бойынша заңды да, елбасының кешегі ғана жолдауында да нақты айтылды, ол экономиканың болашағы деп. Орта және бизнестің жаңағы шығарған тауарларын 50%-ке жеткізу керек. Бүгінгі шығып жатқан тауарлар ертең, ол уже уақыт өтіп кетеді. Бізге ертең шығаратын тауарлар керек, ертең шығаратын идеялар керек. Ал идеялардың барлықтары осы стартаптардан шығады деген үлкен үмітіміз бар. Және бүгін ғана осы біздің мәжілістің отырысында инновациялық парктер технологиясының жаңа заңын, жаңа өзгерістерін бүгін мақұлдап, бірінші оқылымда мақұлдап шығардық. Ол деген сөз бүгінгі ең елбасының тапсырмасына сәйкес болашаққа осы үміт артып отырған үлкен сала, үлкен бағыт, үлкен орта деуге болады. Бұл деген сөз жастарымызды осыған бетбұрыс жасап, ынталандыру жағдайын жасап отырмыз. Демек, заң бар, сұраныс бар, қолдау бар, тек қана өздері керек, ойлары керек. Не десек те көпшілік біздің кәсіпкерлеріміз өзінің бизнесін бастаған кезде, осы стартаптар болсын, басқа болсын, салық жағынан қиындық көреміз дейді. Бірден жаңағы НДС дейді, қосымша құн салығы бар, соны қадағалау тұрады дейді. Әсіресе мысалы мынау IT технология саласында көп елдерде осы саламен айналысқан үшін көп жеңілдіктер бар екен. Мәселен, сол бұрынғы посткеңестік елдерде, ТМД елдерінде, Белоруссияда Минск деген IT парктің мүшесі болсаң, бүкіл Белоруссияның территориясында жұмыс істей берсең, саған ешқандай қосымша құн салынбайды екен. Украинада тек қана сен IT технологиямен айналысқаның үшін ғана сен қосымша құн салығы 21%-дан 5%-ға төмендетіледі екен.
Ал бізде осымен айналысуға не кедергі? Себебі бұндай біздегі жеңілдіктер, салықтық жеңілдіктер тек қана Астана және де Алатау арнайы экономикалық аймағында ғана жұмыс істейді. Ал басқа жақта ше, басқа аймақтар ше? Сұрағыңызды дәл қойдыңыз. Жаңа ғана мен атап өткен заңға өзгерісте, бүгін бірінші оқылымда өткен. Осы Алатау және мына біздің ПИТте, сосын кейін Астанадағы арнаулы экономикалық аймақтардың шеңберінде IT технологиялар Қазақстанның қай бұрышында тұрып жатса да, жұмыс істеп жатса да, IT технология бойынша жаңалардың мүшелігіне кіріп, сіз айтқан толық жеңілдіктерді алатын толық құқы бар. Біз соған келдік. Оған келдік, бүгін бірінші оқылымда сол заң қабылданды. Қол шапалақ қойдық қойсыз. Жақсы жаңалық екен. Түсінікті. Азамат мырза, мен жаңағы сауалымды қайталап кеттім келеді. Қойғым келеді өзіңізге. Стартаптарды қарасаңыз, жастардың бір керемет бір идея айтады. Ой, басында осы жаңағы үйтеміз, бүйтеміз. Бірақ сайт бергенде бәрі сайт. Сайт. Сол жаңағы мынандай сайт болады. Ол андай сайт болады. Бір 17 миллион халықтың бүгінде ары барса, білмеймін, енді 50% ма, 40% ма интернетте отыратын шығар. Оның күнделікті бәрі отырған жоқ мәселен. Күнделікті енді ары барса 20-30% ғана отыратын шығар. Неге біздің стартаптардың барлығы осы тек қана сайтпен байланысты? Бүгінгі күні мынау мемлекеттік ұйымдарда құрылып жатқан жаңа фондтар, жаңа технология, құрып жатқан жаңа венчурный инвестиция деп стартаптар қолдап жатқанның бәрі қолды болып кеткен жатқан ақшаларда қолды болып. Ол реально олар секторға көмек көрсетіп жатқан жоқ бүгінгі күні. Мен осы нарықта жүрмін, көріп отырмын. Бір жоба жоқ олардан жасалған. Негізі осы ең бастысы айта кету керек, мысалға енді елбасшымыз жолдауында заңнамалар жасап, жаңағы IT технологияның дамуына жағдай жасап жатыр. Ол саяси шешім. Ал енді бұны іліп алып кету керек халықтың арасы. Халық. Ол мысалы ауылды жерде, жергілікті жерде біз технологияны дамытатын жағдайлар жасауымыз керек. Ол ең бірінші жаңағы бізде жаңағы нарық пропаганда болу керек, үлкен пропаганда. Осы стартап технологиялардың қандай бұның ақша. Мысалы, мен өзім өмірімді айтып кетейін. Мысалы, 2000 жылы институт бітірген кезде, энергетика институт бітірген кезде, мен қолыма елбасшының жарлығы түсті. Электрондық құжат айналымды енгізу керек, жаңағы ақпаратты жүйелерді енгізу керек деген. Мен сол құжатты алдым да, жаңа облыс әкімдеріне кіріп ұсындым, осыны жасап беруге. Сол кезде жаңа облыс әкімдер белгілі қаражат бөліп, сол технологияны жасадық. Мысалы, солай бізге ол стартап болды сол кезде. Соны жасап біз үлкен бизнестарға кірдік мысалы. Сол сияқты біздің қазір жастар ол үшін белгілі интеллектуалдық білім керек. Біздің мына университеттерде, мектептерімізде сондай үлкен пропаганда жұмыстарын жүргізуіміз керек. Біз одан кейін екінші бізге нарық керек. Жаңа нарық. Мысалға мен осы алдында айтып жүрдік, мысалы қасымызда Қытай мемлекеті бар да, 1,5 миллиард халқы бар. Ол өте үлкен нарық. Біз соларға біз стартап жобалар дайындауымыз керек негізі. Мысалға колл-центрлер жасайық, дата-центрлер жасайық мысалға да, соларды қызмет көрсететін. Кәсіпкерлер ол жерге кіре ала ма? Олар кіргізе ме? Кіргізеді. Біз егер олардан арзан бағаны ұсынсақ, және сапасы күшті болса, олар кіргізеді. Енді 1,5 миллиард халықтың бір бұрышына кіруге болады ғой. Бізде 15 миллион халық мысалы. Сондықтан бізге жаңа нарық керек. Жоқ, оны неге айтып отырмын? Өйткені оларда біз сияқты арнайы экономикалық аймақтар өте көп ол жерде. Сол себепті де бір Қытайдың өзінен емес, Европа, Америкадан инвесторлар келіп жатыр. Ал енді біздің қазақтар, кәдімгі кәсіпкерлер ол жерге енді жаңа технологиясымен кіруі мүмкін бе? Бізде қазіргі жағдайда мен сізге айтайын, мүмкін еті, өйткені бүгінгі күні қанша 5000-дай бала бізде Қытайдан оқып келді. Қытайша біледі қазір. Сол Қытайда оқып бітірген балалардың бәрін соған жұмылдыру керек, Қытайдың нарқына кіруге. Сондай Қытайдың нарқы, ең үлкен нарық қазір дүние жүзінде Қытайдың нарқы. Сол нарыққа кірсек, сол жерде стартаптарды ұсынсақ, біздің тек қана сол кезде ғана біздікі жаңа успешный жобалар болады. Жандос мырза, енді өзіңіз сол білуімше IT технологиямен айналысасыз, сайттарыңыз да бар, тіпті мына жақта алтын зергерлікпен айналысасыз, қолыңыздан босап жатса мына жақта жаңа азық түлік бәрімен айналыса бересіз. Енді әйтеуір бір-бірінің шығынын бірі жауып тұру керек. Ол бүгінде сәтті кәсіпкердің қадамы. Келісем.
олар ондай жігіттерді қолдау керек. Жақында естіп жатырмыз, Американың силиконовый долинасына, Кремний алқабына кетіп баратыр екенсіз. Компания тіркемекші екенсіз. Ол жақта ең үлкен сұрақ қой, ол кіргізе ма, ол қандай компания болады? Енді жалпы бұлай Азамат мырзаның мәліне қолдаймын. Біздің ішкі нарыққа қарайтын болсақ, бізде нарық жоқ. Біз 1-2 стартапты қостық іске. Халықтың санының аздығы арқасында, мысалы, ол стартаптарды қолдап тұру өте қиын. Сол үшін шетелге кету мақсатымыз ол шетелге кетіп қалу емес, технологиялардың бәрін ол жаққа алып кету емес. Мысалы, біз шетелдің технологиясына шығатын болсақ, мысалы, шетелдік нарыққа, біз ол жақта компанияны регистрировать етіп, мысалы, бұйыртса, сол жерде жұмыс істесек, біз ол жақтан түскен ақшаны Қазақстан мемлекетіне құйсақ деген арманымыз бар. Бізге не үшін біз тек қана ішкі нарықтан біз ақшаны генерировать, аккумуляция жасап отырмыз керек. Біз сырттан бізде поток болмаса, бізде экономика көтерілмейді деп сондай ойға келгенбіз. Енді 17 миллиондық енді халық, бұл соншалықты кіші нарық па? Бұл өте кішкентай нарық, өйткені қазіргі мен стартаппен айналысып отқан жігіттер көріп отса, бұл бағдарламаны мен айтқым келеді, Қазақстанның рынокысына, мысалы, Қазақстанның нарығына бағыттап стартап проекттер жасаудың қажеті жоқ. Жасайтын болса, жаңа технологиялар қолданып, әлемде жоқ нәрсені қолданып, бүкіл әлемге керекті проекттерді істеу керек деп. Ғаламдық жоба, ағылшын тілінде. Ғаламдық жоба. Ол жақта мультиязычность деген нәрсе бар, ол тек қана ағылшын тілінде болмау керек. Қайсы мемлекет қандай тілмен кірсе, сол тілмен болу керек. Одан кейін барып, ол жақта монетизация дейді, сол системалардың бәрін өте жақсы, маркетинг жағын өте жақсылап ойластыру керек. Бізде 1-2 өзіміздің жақсы идеяларымыз бар, мысалы, сол шетелде өзіміздің күшімізді сынап көргіміз келіп жатыр, неге істеп көрмеске. Ал мемлекетке ұсынарым, мықты азаматтар, мықты жас компаниялар болатын болса, мысалы да шетелге кететін силиконовый долина дейміз ғой, оларға бөгет қойдың қажеті жоқ, оларды сол шетелде қолдап, бірақ мынандай келісім шарт жасау керек. Мысалы, олардың инвестициямен инвестор болып кірмейді, о жаққа как бы соучредитель болып, бірақ мемлекет көмектеседі бір кішкене мерзім бойында. Көтерілгеннен кейін әйтеуір Қазақстан көмектеседі. Ең бастысы көтерілгеннен кейін ол сол мемлекетке азамат болып кетпей, сол түскен ақшаны Қазақстан мемлекетіне құйса деген сондай бір келісім шартпен, талаппен бару керек. Түсінікті. Рахмет. Сіздерге енді келесі сауалды қоймас бұрын алдымен мына бір ақпаратқа назар аударсақ. Сонымен 2011 жылы инвесторлардың венчурлық жобаларға салған қаражаты мынандай екен әлемде. ақш-та 27 миллиард доллар болыпты, Еуропада 5 миллиард доллар, Ресейде 400-500 миллион доллардың арасында, Украинада 20 миллион доллар, және де Қазақстанда 1,5 миллион доллар. Бұл тек венчурлық жобалар. Жаңағы біз айтып жатқанымыз жоғары технологиялар, IT технологиялар. Енді айтыңыздаршы, ақш-қа енді өзімізбен салыстырмаймыз. Ол жерде 300 миллион халық, бізде 17 миллион халық. Ол жерде технологиялар жоғары. Бірақ енді көршілерімізбен салыстырсақ та, неге 1,5 миллион доллар? Осы біздің нарығымыз. Соның бұның себебі неде? Бұл нарыққа байланысты, сұраныс. Егер сұраныс аз болса, стартап, венчурлы жобаларға, ол жерде, мысалы, соған байланысты осындай қаражат болып тұрған. Енді 1,5 миллион доллар деген енді үлкен ақша емес қой, жалпы бір мемлекетті алған кезінде. Жандос мырза. Ол өте кішкентай ақша, өйткені бір стартаптарда, мысалы, Островок деп российский стартаптың өзіне алатын болсақ, ол жақта венчур инвестиция 30 миллион доллар, 20 миллион доллар, мысалы, солай құйылады ақша. Ол кішігірім компанияға, мысалы, үлкен дамуына көмектеседі. Ал біздегі кішкентай ғана инвестиция құйған, оның барлығы шын болмайтын қаражат. Мысалы, енді ақталуы да мүмкін, ақталмауы да мүмкін. Ол менің ойымша ақталмайды. Көп жағдайда 100% ақталмайды. Өйткені біздегі венчурный инвесторлар дейміз ғой, енді венчурный инвесторлар бізде жоқ. Қазір енді іс-әрекеттер жасап жатыр, акселераторлар құрып. Бірақ венчурный инвестор кірер алдында олар бірінші нарықты зерттейді. Ақшаны құярдың алдында. Мен құйған ақшам, мысалы, 10 миллион доллар құятын болсам, мен 10 миллион долларды қанша айда немесе жылда ақтап алам деген. Олар зерттеп келеді да, бізде нарық жоқ екенін көріп, одан кейін барып ешкім құйғысы келмейді бұл жаққа ақшаны. Сол үшін мен айтып жатқан нәрсем сондай ғой, шет елге, мысалы да, жақсы идеялар болатын болса, сол жақта дамытып, сол жақтан енгізіп, сол жақта түскен ақшаны Қазақстанның экономикасына дамытуына, жастарды қолдауға құйылатын болса, менің ойымша біздің экономикамызға себепкер болатын сияқты. Рахмет. Айымхан, енді барлық стартаптар
бастамалар, бизнестер ол тек сол сайттар емес. Бүгінде аэроғарыш саласында болсын, ауыл шаруашылық саласында болсын, фармакологияда болсын, бізде жастарымыз әжептәуір идеялар ұсынып жатыр. Мен енді біраз біздің ғалымдардың ұсыныстарын қарап шықтым. Шынында жұрт қызығатындай идеялар бар екен. Кейбіреулеріне министрлік, білім және ғылым министрлігі өзі ақшасын салады. Кейбіреулеріне мүлдем жақындамайды дегендей. Сіз енді жас ғалымдар клубының атынан келіп отырсыз. Жалпы ерекше идеясы бар бізде азаматтар көп пе? Жалпы олар өзінің идеяларын қайда апарады? Әлде тек құжат жүзінде қалып кете бере ме, қағаз бетінде? Біздің университетімізде өте білім жастар көп. Яғни идеяларды өте көп. Мысалы, қазір елге қаржыландыру көзі, мысалы, осы жоба проект деп жатырмыз, осы жобаға келетін болсақ, қаржы комитетінен көбінесе, мысалы, күзде, көктемде конкурс жариялайды. Яғни конкурс жариялағанда онда сол жаңағы ғылыми кеңестің мүшесінде 12-сі бар. 12-сінің 4-еуі шетелдерінде, 8-і осы біздің Қазақстандағы эксперт кісілер. Яғни барлық осы Қазақстан деңгейінде жасалып жатқан жобалардың тағдырын шешетін осы 8 кісінің қолында деп ойлаймын. Мысалы, жоба жазып жатырмыз. Идеялар өте көп. Шетелден де идеяны іздеудің ешқандай қажеті жоқ. Жазып жатырмыз. Мысалы, конкурс болады, жоғары балл алып жатырмыз, бірақ белгісіз бір себептерден, мысалы, сол конкурстан төмен балл алған жаңағы кісілердің еңбектері, жаңағы жобалары өтіп жатады. Неге? Білмедік. Негізі ол жылы жауып қоятын мәселе емес. Менің ойымша осы мәселені көтеру керек сияқты. Өйткені жаңағы жабулы қазан жабулы күйіне қалмау керек. Егер осылай жаңағы дами беретін болсақ, біз ештеңеге жетпейміз. Идеялы жастар көп деп айтып жатсыздар. Мысалға, нақты дәл қазір айта аласыз ба? Бір-екі идеяны мысалға. Екі сөзге сыйдырып мысалға. Жұрт таңғалатын ойбай дейтіндей мысалға. Қандай жаңалық бар? Қазір жаңалық аэрокосмос саласын Қазақстан қазір қолға алды. Жайлап идеялар мысалы түсіп жатыр. Бірақ қазір жаңағы космос саласынан болсын, сол идеяларды жүзеге асыратын жаңағы, мысалы, спутник қазір спутникті істейміз деп жатыр, бірақ ол спутникпен қазір француздар айналысады. Біздің, мысалы, санаулы мамандарды оқуға жіберді, бірақ мына өте аз уақыт бөлінді. 2 жыл ма олар оқып келеді, бірақ талап өте көп ол кісілердің. Қазір техника саласы өте мысалы, үлкен жылдамдықпен дамып жатыр ғой. Біздің жастар соған ілесе алмай жатыр. Бір жағынан дұрыс әңгіме, келсем. Негізгі идеялардың барлығын тек өзіміздің ғана емес, шетелдік сарапшыларды іріктеу қажет. Өз ішімізде ғана жаңағы бір орын тұрып қалмас үшін, былайша айтқан кезінде. Әжептәуір идеялар бар дейді. Оны кәсіпкерлер бүгін ертең ол аэроғарыш саласына бүгін ертең келіп бір сала салады дегенге бір бизнесмен сенбейміз. Оған тек қана сіздер мемлекеттік қорлар салуы қажет. Енді осындайға жас ғалымдарды елеп ескересіздер ме? Әрине, осы университеттердегі немесе ғылыми зерттеу институттарында жас ғалымдар бар, немесе студенттер бар. Сол саланы жаңа айтып отыр ғой, ынталандыру керек, пропаганда жасау керек деп. Осы салада біздің агенттік, мысалға, еліміздің 21 техникалық үлкен университеттер бар ғой, технология саласындағы. Сол университеттерде коммерцияландыру орталықтарын ашты. Сол коммерцияландыру орталықтар арқылы сол мекемелердің жаңағы идеяларын, ғылыми жобаларын, жетістіктерін, жаңа технологияларын іріктеп алып жатырмыз, оларды қарастырып жатырмыз. Осы офистердің қызметкерлерін жаңа квалификациясын жоғарылату мақсатында әртүрлі оқыту. Енді мынандай жастар бар, соларға ақша салып, оларды өндіріске айналдырып жатырсыңыз жоқ па? Мәселе сода. Енді бізде құралдар бар. Біз ашинен алып ақша сала салмайды ғой, кез келген агенттік. Бізде инновациялық гранттың 9 түрі бар. Соның ішіндегі 4 түрі именно стартаптарға бағытталған десек болады. Қалған 5 түрі бұл жұмыс істеп жатқан өндірістердің еңбек өнімділігін арттыруға бағытталған. Егер осы 4 грантқа тоқталып өтетін болсам, оның бір түрі технологияларды коммерцияландыруға арналған грант 30 миллион теңгеге дейін бөлінеді. Екінші грант бұл технологияларды сатып алуға, яғни лицензия, патенттер сатып алуға бөлінеді. Келесі грант бұл шетелде патенттеуге бөлінеді.
мысалы жаңа технологияны сыртқы нарықта шығару керек деп отыр ғой. Ішкі нарығымыз кішкентай өзіміздің. Сыртқы нарықта өз жаңағы технологиясын құқықтық сақтап қалу мақсатында шетелде патенттеу керек. Соған біз грант бөлеміз 6,5 миллион теңгеге дейін. Және жоғары технологиялық өндірісті қолдау мақсатында 50 миллион теңгеге дейін тағы да бір гранттар бар. 4 түрі бар. Айымхан. Енді жоба жазылды, аяқталды. Енді қарсы жақтың, яғни қаржыландыратын жақ эксперттері болады, иә? Ол қазір әдетке айналып кетті ғой. Электрон почтаға жібереміз, эксперт қарайды, бірақ қарағанмен ол автормен 100% көріспесе, ол мәнін былай полностью аша алмайды. Сондықтан да қазіргі мәселе, яғни эксперттер және сол идеяның авторы екеуі бірге отырып, сұхбат жүргізу керек. Яғни сол идея... Жоқ, сұрағыңыз не? Сіздер жобаны қабылдап алғанда, қаржыландырғанда қандай талаптар қоясыздар? Яғни сіздердің қандай талаптарыңызға өткен жобаларды сіздер қаржыландырасыздар? Енді мысалы жобаның ерекшелігі болу керек. Ол кез келген технология нарықта қабілетті болу керек біріншіден. Технологияның немесе стартаптың командасы болу керек. Өзіңіз айтпақшы, біз технологияларды сарапшыларға берген кезде, мысалы бір шетелдік сарапшы болады, отандық сарапшы болады, олар өз бағасын береді. Одан кейін мысалы технологиялық бизнес инкубатор жасау деген қызмет түрлері бар бізде. Сол кезде бізде эксперттік комиссия бар. Сол мысалы өтінім беруші эксперттік комиссияға шақырылып, сол жерде өз өтінім береді. Себебі кейде сыртқы сарапшылар өзінің жоғары бағасын береді, ал жаңағы команда мүшелері немесе өтінім беруші эксперттік комиссия келген кезде өз жобасын жаңағы қорғап қала алмайды, немесе түсіндіре алмайды. Және стартап деген ол негізінен технологияның өзі емес, ол адамға байланысты, командаға байланысты, команданың мүшелеріне байланысты. Сондықтан бұл мәселелерге қазір көңіл бөлінеді және өтінім берушілермен тікелей сұхбаттар болады. Бұл жерде түсінуіміз керек қой, жаңағы жеке инвесторлардың түрі бар да, мемлекеттік мекемелер бар, және жаңа бизнес ангел дедік қой, бизнес періште. Ол бизнес періште туралы айтып өтейін, ол кәсіпкер адам, өз жекеменшік ақшасы бар адам. Егер сондай жастар, сондай ақшасы бар адамға келетін болса, сондай бизнес түрінде көрсетіп, осындай уақытта пайда табасы деп көрсетсе, ол жаңа бизнес ангелдардан ақша алуға болады. Мысалға, жаңа бізде ондай жобаларды қаржыландырамыз әр уақытта. Мысалға, енді бізде мысалы жыл сайын 1 миллион доллардай ақша жібереміз осы венчурлық осындай стартап жобаларға. Бұл біздің өзіміздің ақшамызда, сондықтан ол жерде біз білеміз, 10 жобаға біз қаржыландырсақ, соның 2-і жақсы болады, 8-і бермеуі мүмкін пайда. Ол біздің ақшамыз ол. Серікбай мырза, мына әңгіменің бәрін қарап отырсақ, барлығы қаладағы бизнес, қаладағы бастамалар. Ал енді қазақтың бүгінде жалпы халқымыздың 43% ауыл аймақта. Енді олардың потенциалында қолдану қажет қой. Жалпы енді IT технология демеймін ғой. Жалпы кәсіпкерлікті осы ауыл аймақта дамыту үшін, облыстарда дамыту үшін бүгінде үкіметтің жасап отырған шаралар жеткілікті ме? Даму қоры болсын, агробизнес болсын, басқалар болсын. Қалай ойлайсыз? Сұрағыңыз өте жанды жерден кеп дейді. Шынымен айтқанда, мына ауылда орта және кіші бизнестің дамуы бүгінгі құптарлық жағдайда емес. Біріншіден енді бәрінің айтатыны қаражат, бірақ қаражатты адамдап жіберіп жатыр ғой. Сол жіберген қаражаттан қайтарылмай жатыр. Жалпы алған кезде бүгін ауылдық жерлерде мына білім ошақтары және сол ауыл шаруашылығындағы ауыл бизнесінің сол қиыншылықтарын, болашағын және толық қанды білетін, оқытатын бүгін оқу орындары немесе сондай бір орталықтардың тапшылығы деп білеміз. Ол бір. Жаңағы тағы да бір қосып кетейін дегенім, жаңа бизнесте жүрген азаматтар айтып кетті, стартаптар және кіші орта бизнестер Қазақстанның нарығы 17 миллион халық аз, ол ештеңе шықпайды деп. Тар дейді. Тар. Енді соны айта тұрады, біз жаңағы үлкен Америка, Қытайды айтып кеттік. Бірақ өзіміз қолымыздан жасап нарық ашып тұрған кеден одағын тіптен ұмытып кетіп жатырмыз. Психологиямыз да бірдей. Тілімізде бәрін орысша бәріміз жақсы, былайша айтқанда сарнап тұрмыз. Тіл табысуға болады. Бәрін де біледі. Бірақ сол нарықты ешкім қолданып жатқан жоқ.
қазір осы келесі жетте біздің парламенттің бір топ депутаттары, 10 шақты депутаттар сол Ресейге, Кремльге барып, Думаға осы жағдай бойынша пікір алысып, үлкен бір кеңес құрып жатырмыз. Соның ішіндегі менің дайындалып отырған сұрағым және сол ортаға салып пікір алысатын сұрағым, мына шекаралас Ресеймен шекаралас облыстардың қалаларымен Қазақстанның қарым қатынасы қандай деңгейде, не болып жатыр, болашағы қалай деп. Сол проблемаларды көтеріп, соны көтерген кезде, мына іргелес жатқан мына Ресейдің облыстарымен, қалаларымен, үлкен-үлкен индустриялық қалалары бар ғой енді Ресейдің. Омскісі бар, Омскісі, Астрахан бар, барлықтары бар. Ешқайсында біздің кіші орта бизнесіміз, мына стартаптар бойынша да, басқасы бойынша да тіптен қарым қатынас жоқ. Тек қана үлкен заводтар болып жатыр, басқасынан олардың айтқанымен біз соларға жауап беріп қана отырмыз. Ал біздер өзіміздің кіші орта бизнестер және біздің идеяны алғандар, оларға барып ұсыныс жасап, мынау деп жатқан еш нәрсе болмай жатыр. Бір сөзбен айтқан кезде көрдіңіз ғой, ауылда да, қалада да, іргелес көршілес жатқан елдермен де біздің жаңағы осы ынталандыру процесі және жұлып алып, мынау ет, барып жұмыс істейін деген сияқты қарым-қатынаста жұлқынып шыққан азаматтарымыз шамалы болып жатыр. Соған үлкен көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Бір қосылып кетейін. Ағамыз, біз нарықтың кішірегілі дегеніміз, біз тек қана ол IT саласына байланысты, өйткені IT саласында 17 миллион деген халық, ол төмен халық. Ал басқа салаларды қарайтын болсақ, 17 миллионды қамтамасыз ету ол өте жақсы нарық деп есептеймін. Біз қазір мен тек қана IT саласында бір сұрақ туындайды. Мынау стартаптардың ішіндегі бүгінде қазақстандық ең сәттілердің бірі осы онлайн билет сатумен айналысқан сайт болды. Қателеспесем, onbilet.kz дегендей. Сол мәселен бір жылдың ішінде ақша салған инвесторлар байқаудан жеңіп шыққан, содан кейін жаңағы айтып отқан бизнес ангелдеріңіз ақша салған, бір жылдың ішінде 40 мың билет сатқан. Былайша айтқансаңыз, бұдан да ақша табуға болады ғой. Егер дұрыс пайдаланса әрине. Ол билет дейміз ғой, билет бағдарламасында да бізде де бір проект бар. Қазір бір үлкен концертный залда біз оны жобаны енгізіп жатырмыз. Осы біз арқылы қазірдің өзінде бір 20-30 миллионға оборот болды. Ол проектіміз. Бірақ, иншаллах, оны басқа да нелерге, қалаларымызға енгіземіз, осы астынан бастап деп ойымыз бар. Сіздер қазір айтып отырсыздар, біздің экономика өте тар, бізде сұраныс жоқ, бізде венчур инвестор жоқ, бізде қоғам дайын емес дейсіздер. Бірақ біз өз жағымыздан Израиль экономикасын зерттедік. Сол жерге сапармен бардық, көрдік, ол елде бүгінгі күнде 7 миллион халық тұрады. Тәуелсіздің 65-ші жыл алған ел. Израиль 47-ші жыл алды. 65 жыл болды тәуелсіздігіне. Дұрысын айтқан жоқпын. Бірақ бұл елде бүгінгі күнде жыл сайын 3000 стартап, жаңа стартап ашылады. Сосын NASDAQ-қа қарасаңыз, 3-2 компаниялар бүкілі сол Израильдік студенттер, Израильдің кәсіпкерлері ашқан. Ол жерде сұраныс бар. Экономика, себебі 65% жер ол шөл. Ол жердегі Капельное орошение дейсіз. Енді қараңыз, ол жердегі стартаптың барлығы ғаламдық па? Жаңағы Жандос мырза айтқан, жоқ әлде ішкі ме? Ішкіде бар, бірақ көбісі ғаламдық. NASDAQ деген кейін ол ғаламдық. Иә. Венчур инвесторлар неге бізде жоқ? Ол инвесторлар сол Израильға кетеді, Америкаға кетеді, Ресейге кетеді. Себебі ол жерде қоғам өзі дайын. Олар біледі, стартап ол не? Олар біледі, оннан бір стартап жақсы болып шықса, ол өте жақсы көрсеткіш. Біздің қоғам оны әлі түсінбейді. Жоқ, бұл жерде инвесторды мейлі. Ол инвесторлардың жеке проблемасы. Ақшасын қайда салады, салмайды. Бірақ енді тұтынушыларға байланысты. Айтайықшы, осы түптеп келген кезінде тұтынушыға байланысты ғой. Біреудің идеясын біз пайдаланбаймыз ба? Тұтынушы ретінде. Енді сұраныс ретінде. Мәселен, біреу жаңа сайт ашты, немесе жаңа бір клиника ашты, жоғары технологиялық мәселен. Біздің енді қарапайым азаматтардың сол жаққа бармауында неге дергі мәселен? Сондай жаңа жобаларды қолдауға деген дейік мәселен. Бұл біздің қоғамның мәдениетіне сұрақ шығару. Біздің қоғам әлі ол дәрежеге дамып жетпегендіктен біз сол сұранысқа жоқпыз. Сөзіңіз айтып тұрмыз, 43% халық ауыл жерде тұрады. 57% сонда қалалық балалар. Бұл өте аз сұраныс. Израиль, Сингапур, Гонконг деген қалалар бар ғой, инновациясы дамыған, кәсіпкерлік дамыған.
олардың ерекшелігі, олар мысалға 40 жыл бойы, 30-40 жыл бойы осы білімге ақша көп қаржыландырған. Біздің өз егемендік алғанымызға 20 жыл болды ғой. Біздің соң ауылды жерде халықтың бәрі. Ал кеңес одағында біз ауыл шаруашылық ел болдық қой. Қазір енді біз инновацияға, білімді, жоғары технологияларды енді пайдаланады. Сондықтан бізге белгілі уақыт керек. Айтып отырмын, ең бастысы біз мектепте жермен университеттерде осы жаңа технология білімді күшейтуіміз керек. Сол кезде ғана біз Ресеймен бәсекелесе аламыз. Және де бізге ағылшын тілін үйрену керек. Ағылшын тілін біз бәріміз де білуіміз керек. Мысалы, Израиль, Сингапур, Гонконгты алсақ, ол жерде 100% халық ағылшын тілін біледі. Ағылшынсыз біз алдыға баса алмаймыз. Орыстар, мысалы, Ресейде айтсақ, Ресейде, мысалға, ең үлкен қалада тұратын халықтардың көп бөлшілігі ағылшын тілінде біледі. Олардың бәрі Америка және батыста жүреді. Олар жерден үйренеді. А біз Ресейден үйренеміз де, көрдіңіз бе? А бізде тікелей сояқтан үйренуіміз керек. Гонконгтан, Сингапурдан, Израильдан, Америкадан үйренуіміз керек. Сонда бізге ең бірінші болып, ноу-хау бізге бірінші болып келеді сонда. Енді қараңызшы, түсінікті. Бұл жерде стартаптардың ең үлкен бір талабы бар. Ол идея туындады ма, ол жақын 3-4 айдың ішінде жүзеге асуға қажет. Немесе ол ескіріп кетеді. Ол идея. Бізде былай екен, идея негізінен ақша туындайды. 1 жылдан кейін, 2 жылдан кейін ол Еуропаға келеді. Еуропадан Ресейге 3-4 жылда келеді. Ресейден өкінішке орай, Ресей арқылы бізге тағы да 2 жылда келеді. Сонда ақшта туындалған бір идея бізге 7-8 жылдан кейін келіп жатыр. Бұның себебі неде? Бізден сол жаңағы идеяларды тікелей сол жақтан алып, енді көшіріп алып, соны жүзеге асыруға қандай да бір проблема бар ма соншалықты? Тағы да сол тіл ме? Сондықтан бізге көп сол елдерде білім алу керек, сол елдерде жұмыс істеуіміз керек, үйренуіміз керек. Жаңа мұны бауырымыз айтып отыр ғой, мен барамын, сол жақта жүремін деп. Мен де кезінде 1 жылдай Америка, Сан-Францискода, Силикон долинада тұрып келдім. Біздер осы жақында жасыл технология деген үлкен бір жобаны алып келдік осы Қазақстанға. Егер оны Қазақстанға біз енгізсек, біз ол жерде кейін Ресейге енгізетін үлкен технология негізі. Соны біз қазір ойланып жатырмыз, қалай енгізсек болады деп. Мысалы, экспоға байланысты, ол да үлкен жоба. Ол жерде біз де қаржыландырып жатырмыз ол жобаны. Түсінікті, рахмет. Енді бұл жерде бізде үлкен бір сұрақтар туындап жатыр. Ол Алатау IT паркі, Назарбаев университетіндегі жаңағы тағы да ұлттық парк ашылып жатыр, ғылыми парк. Жалпы бұлар бізде, Серікбай мырза, бұл жеткілікті ме? Қазақстанның өзінің бір потенциалын ары қарай жеткізу үшін? Әрине жеткіліксіз. Бұл бастамасы. Жалпы қазіргі көтеріліп жатқан жаңағы проблемалар, 17 миллион халық аз ба, көп ба, сосын кейін аз болса ол аз, көп болса ол көп деп, жаңа Израильмен салыстырып отырмыз. Бірақ тарихи өзіміздің тарихымызды, тарихи потенциалды қарамасқа болмайды, қанша дегенмен. Біз 70 жылдан астам жаңағы басқа формацияда өмір сүріп, ол деген нарық дегеніне, бизнес дегеніне, оның технология дегеніне, соның барлықтардың жұрдай болып өмір сүріп келдік қой. Енді мына 20 жылдың ішінде соны аспаннан түскендей, қазір түсінгенде бар, түсінбегенде бар, түсінемейде жатырмыз сол. Бірақ уақыт бойынша оны күтіп тұратын ешкім жоқ. Нарық бәрі бәсекелестік, сондықтан да жігіттер дұрыс айтады, тілді үйреніп, оны тезірек халқымызға, елімізге, қалада тұратын, далада тұратын бәріне неғұрлым тезірек үйретіп қатарға қоссақ, соғұрлым біз қатардан қалмаймыз. Әке, сізге мынандай сауал. Енді стартап, Атамекен стартап жобасы одан әрі қарай жалғаса беру керек шығар. Өйткені жастарды бәрібір де сіздер қолданбасаңыздар кім қолдайды? Бірақ енді барлық идеялар сол IT технологиямен, сайтпен байланысты емес қой. Мәселен, даму қоры өздерінің топ 5-тігін жасапты идеялардың ішінде. Соның енді бір 4-еуін іріктеп алдым. Егер сіз өзіңіз жаңағы бизнес-ангел, байшылған кезінде періште болып инвестор болып жатсаңыздар, мына идеялардың ішінде қайсысын таңдар едіңіз? Біріншісі, жүк көліктерінің дөңгелегін қалпына келтіру цех. 22 миллион теңге сұрап жатыр Алматыда. Астана маңында жылыжай салу, азық-түлік бойынша 10 миллион. Полиэтиленді өңдейтін цех 12 миллион сұрап жатыр. Және де Көкшетауда педиатрлық клиника ашу 9-9 миллион сұрап жатыр. Себебі Көкшетауда мұндай жекеменшік клиника жоқ екен.
егер сіз инвестор болсаңыз, осылардың қайсысын таңдар едіңіз? Полиэтилен жағынан таңдайтын едім, өйткені қалған жобаларды экономикалық жағынан сараптама өткізу керек, өйткені бұл жерде енді сіз айтып отырсыз ғой, жаңа 5 жобаның ішіндегі полиэтилен ол қолданысқа енгізілген нәрсе. Бүгінгі күнде ол қолданады, әр адам мына нарықта өзінің несіне шығады, қойған мақсатына шығады. Ақша жағынан да шығарып алуға болады. Инвестор ретінде мен соған көңіл бөлетін көбісіне. Осыған ғана сенетін едіңіз? Иә, 5 жобаның ішінен. Түсінікті. Енді осы сіздер жастармен көбінесе жұмыс істейсіздер. Енді осы стартапқа ұсыныс айтқан негізін жастар ғой. Олардың осындай енді аспаннан емес айта берсек, жерге түскен IT технология емес, осындай бизнеске бармауының себебі неде? Бәрінің әйтеуір сайт. Сайт деп айтуға болмайды. Мысалы, біз Қызылорда облысында өткізген кезде стартап конкурсын. Ол жерде, мысалы, 2-ші орынды алды бізде өзінің идеясымен күріштің қабығынан қағаз шығару. Неге сіз оны IT емес қой ол? Мысалы, Ақтөбе қаласында біз конкурс өткізген кезде 10 жобаға 15 миллион теңге жаңағы клубтың мүшелері бөліп берді. Бұлақ көрсең көзін аш дейтін қазақ, қашанда жастарында қолдап дем берген халық. Ерекше идея, ерекше стартаптың ертең ірі бизнеске айналуы мүмкін екендігін батыс елдерінің тәжірибесі дәлелдеп берді. Ал жаңа бизнес ол қосымша жұмыс орны, бюджетке қосымша салық. Егер осы ойды ел арасында таратсақ, онда келешекте прокурор, судья болатын емес, кәсіпкер болғысы келетін жаңа ұрпақтың өсіп шығатыны анық. Бұл бүгінгі біздің түйін. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыздар.